Сіз буынға дәрі ішіп, еш пайдасы жоқ деп ойладыңыз ба? Бірақ мәселе дәріде емес. Хондропротекторлар бірден әсер етпейді. Қазір мен сізге неге екенін және ең тиімді 4 препаратты айтып беремін. Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бірге 10 жылдық тәжірибесі бар дәрігер Дина Мухатай. Бұл арнада мен денсаулыққа қатысты ең маңызды ақпараттарды қарапайым тілмен түсіндіремін. Ал енді бастайық. Көбінесе буын ауруларын емдеу үшін дәрігерлер хондропротекторларды тағайындаған пациенттермен әңгімелесу барысында мынадай сөздерді естиміз. 2 апта қабылдадым, ешқандай әсерін сезбедім. Негізі, қандай әсер туралы айтуға болады? Себебі, хондропротекторлар тобы баяу әсер ететін дәрілер. Олардың нәтижесі бірден емес, біртіндеп көрінеді. Жағдайдың жақсарғанын 1 айдан кейін, кейде тіпті бірнеше жыл тұрақты түрде қабылдағаннан кейін ғана байқауға болады. Хондропротекторлар дегеніміз не? Бұл пациенттер консультация кезінде жиі қоятын сұрақ. Ең алдымен бұл буындарымыздағы шеміршек және дәнекер тіндердің құрылыс материалы. Буындардың дұрыс жұмыс істеуінде синовиалды сұйықтықтың маңызы өте зор. Ол буындарды ылғалдандыратын, яғни майлайтын сұйықтық. Жас ұлғайған сайын оның мөлшері азайып, қоюлығы төмендейді. Соның салдарынан буындардың жеңіл қозғалысы қиындайды. Буындарды емдеуге арналған бұл препараттар табиғи шикізаттан, шошқа, сиыр шеміршегінен және теңіз моллюскаларынан өндіріледі. Олардың құрамындағы компоненттер буын майының қалыпты жағдайын қалпына келтіруге көмектеседі. Мысалы, глюкозамин сүйектерден кальцийдің шайылып кетуінен қорғайды, ал хондроитин фосфор-кальций алмасуын реттейді. Бірден әсер етпейді, олар жинақталып әсер етеді. Сондықтан оларды ұзақ уақыт бойы қабылдау қажет. Қазіргі таңда ревматологтар хондропротекторлардың 3 буынын тағайындайды. Бірінші буын жануар тектес өнімдерден алынған сығындылар, яғни құрамында хондроитин мен глюкозамин бар. Екінші буын сол компоненттер, бірақ жақсы сіңетін және аллергия шақыру қаупі төмен. Үшінші буын құрамында хондропротекторлармен бірге қабынуға қарсы заттар бар кешенді препараттар. Тәжірибе көрсеткендей, пациенттер арасында капсула түріндегі препараттар кеңінен қолданылады. Оларды тамақ кезінде қабылдаған дұрыс. Осыған назар аударыңыздар. Енді ең танымал препараттардың бірі дона. Ол шынымен тиімді. Бұл тәжірибеде дәлелденген. Препаратты қабылдау шеміршек тінін қалпына келтіруге және ауырсынуды азайтуға көмектеседі. Бірақ қабынуды толық жоймайды. Сондай-ақ пиаскледин препараты да танымал. Оның құрамында авокадо мен соя майлары бар. Бұл заттар коллаген түзілуіне көмектеседі. Ауырсыну мен қабынуды азайтады. Сондай-ақ шеміршекті бұзатын ферменттердің түзілуін төмендетеді. Оны күніне 1 капсуладан жарты жыл бойы қабылдау керек. Тәжірибеде бұл препарат буын қозғалысын жақсартуда тиімді екенін көрсетті. Көп пациенттердің сүйікті препараты терафлекс. Құрамында 2 негізгі компонент бар: хондроитин сульфаты мен глюкозамин. Бұлар шеміршекті жөндеуге көмектеседі. Яғни, буын тозып, шеміршек жұқарып немесе зақымданса, осы препарат оны біртіндеп қалпына келтіруге көмектеседі. Тіпті ауру асқынып, 3-ші деңгейге жетсе де әсер өте жақсы. Ол ағзаға жақсы сіңеді. Құрамында артық, зиянды қосымша заттар жоқ. Ең бастысы, оны біраз уақыт қабылдағаннан кейін де әсері бірден жоғалып кетпей, ұзақ уақыт сақталады. Қысқаша айтқанда, терафлекс буынды майлап, қалпына келтіріп, ауырсынуды азайтып, қозғалысты жеңілдететін дәрі. Қазіргі кезде дәрігерлердің назары артрон реактив препаратына да аударылған. Оның құрамында терафлекстегі сияқты компоненттер бар, бірақ қосымша күкірт қосылысы бар. Өндірушілердің айтуынша, бұл препарат остеопороз кезінде де тиімді. Ол тірек қимыл жүйесінің көптеген ауруларында тағайындалады. Әсері жылдам байқалады, бірақ бағасы қымбат препараттардың бірі. Сонымен қатар бұлшықетке және буын ішіне енгізілетін хондропротекторлар да бар. Бірақ бұл бөлек тақырып. Оны келесі видеолардың бірінде міндетті түрде талқылаймыз. Сіздермен бірге болғам Дина Мухатай. Жаңа әрі пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін арнама жазылып алыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.